Қазақта жалпы қымыз мұрындық деген мереке бар, бірақ оны алғаш көкке жетіп, биенің алғаш сауылған кезінде берілетін негізгі дәстүр. Бірақ бұл жердегі мақсат қымызды қай кезде де болса бас қосып ішіп, сондай бір мереке жасауға болатынын насихаттау және өзіміздің ұлттық сусынымызды қымызды насихаттау болып табылып тұр осы қазіргі жасап жатқан шарамыз. Аманат деп айтып жатырмыз. Аманатқа жалпы қазақта қиянат болмайды деп айтады. Ендеше осы шараны жалғастыру үшін кәдімгі қазақтың бойында қаны қайнап тұрған, өзінің ұлтына деген салт дәстүріне жанашырлығы кәдімгідей білініп тұратын азаматтар бар. Өзіміздің әріптестеріміз, қазақтың белгілі Мұзарт тобының әншілері Сәкен және Мейрамбек Кенжебек, сонымен қатар ақын қыздарыңыздың бірі Айнұр Тұрсынбаева және сауатты, білгір, талантты журналистеріңіздің бірі Асхат Садырбай деген мырзаларға табыс еттік.